Қайырлы кеш, құрметті кіта ойындарының көрермендері, қалайсыздар, жақсыздар ма? Бұрынғы кітаға қарағанда қазір кіта ерекше болады, өздеріңіз байқағандай, енді бұрын енді үлкен кісі ведущий болатын, қазір енді шүкір, енді Аллаға шүкір. Мен ең бірінші бірден осы бүгінгі біздің өнерпаздарға әділ бағасын беретін Қазылар алқасын таныстырып өтейін. Атақ абыройын айтып созып тұрмайын. Қысқаша ел таниды, барлығы білет, айтпаса да білеміз. Ләйла Сұлтанқызы, қош келдіңіз, сізді көргенімізге біз қуаныштымыз. Күшті болып тұрсыз. Жақсы, жақсы. Әрмен қарай біздің өнердегі әкеміз, жақсы көретін ағамыз, жастардың жанашыры Есен Елукен. Және де Аманат партиясы, жастар қанатының төрағасы Жетпісбаев Нұржан Арғынұлы деп соңына дейін. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Тоже қысқаша, мақтаудан алыс, андай бір созбаймыз, атақ абыройын айтпаймыз. Қысқаша, Қазылар алқасының төрағасы Тұрсынбек Аманғалиұлы Қабатов, құрмет, қошемет. Бұрынғы кітаға қарағанда бүгінгі кітаның ерекшелігін айта өтейін, жалпы шарттарын сіздерге түсіндіріп өтейін. Қазылар алқасына сіздерге, құрметті көрермендер, бұрынғыдай емес. Әр Қазылар алқасында 250 ұпайдан болады, 250 ұпайдан. Командалар өнер көрсеткеннен кейін өзінің ұпайының қаншасын береді өз еркінде. Бір ұпай 1000 теңге болып есептеледі. 250 ұпай, яғни 250 мың теңге. Келістік қой. Сонда бір ойында 1 миллион теңгені ұтатын бүгінгі біздің өнерпаздарымызда мүмкіндік бар. Ендеше ең бірінші ол ортаға шақырайын Нұр Сұлтан қаласы, Шабыт ұлттық университеті, Арт Драйв құрамасы. жыл, жаңа формат, жаңа мүмкіндіктер. Кетті! Қайырлы кеш, Елорда! Құрметті достар, бірден таныс болайық. Біз Қазақ ұлттық өнер университетінде оқитын болашақ актерлармыз. Біз актерлар қиялымызды сіздерге оп-оңай көрсете аламыз. Көріңіздер. Сонымен көреміз, өрмекші үйде жалғыз қалса да, іші пыспайды екен. Актер болғанның бір жақсысы, біз кез келген жағдайдан оңай құтылып кетеміз. Нұрай! Нұрай, етің сау болу екен? Құрметті көрермендер, сіздерге жануарлар әлемін ұсынамыз. Жыландардың би кеші. Жаке деймін да. Ау, Жаке? Мына Жакеңді қарашы. Мына Жакең мықты билейді деймін қара. Ой, бұл Жакең страшный билейді. Ой, бұл Жакеңде сүйек жоқ қара. Әне, бұл Жакең тойға шығады ғой шағының қара. Көрдің ба? Ей, бұл Жакең еще олан емес, мостик істейді бұл Жакең, көрдің ба не? Әне, кет ой, мостиктен айланады еще бұл Жакең, көрдің ба? Ой, ол ма? Бұл жылан шпагатқа отырады дейді. Қойшы! Ей, шпагатқа отырады дейді. Ой, отырам ба? Ой, шпагатқа отырады дейді. Шпагат! Ой! Құрметті көрермендер, бірі білсе, бірі білмес. Театр өнері жануарлар әлемінен бастау алады. Бүгін біз кіта сахнасына алғаш рет шықтық. Бұйырса, адам болып кетерміз. Сіздермен бірге болған Арт Драйв, рахмет! Арт Драйв командасына құрмет, қошеметтеріңіз. Ойбай, не деген шаштар, өзім таң қалып тұрмын. Жақсы, жақсы. Және біздің Қазылар алқасының төрағасы
Мархабат сізге. Ассалаумағалейкум, алдымен баршаңызға, құрметті достар, ардақты ағайындар. Осы енді бүгін КТА көңіл тапқырлар алаңы бір ерекше жаңа форматта, жаңа Қазақстан деген секілді жүргізуші Ақболатқа да қошемет көрсетіп қояйық. Ақболат, қош келдің. Іштен етпейді, осылай үйреніп кетесің толқыма. Ал команда Арт Драйв бірінші рет көріп тұрмын, мен өз басым жақсы, ең басы энергетика бар, өте жақсы болған секілді, әзілдері өте керемет. Осылай басталады ғой, ең бастысы өздерің көздеріңізде от бар, сенімділік бар. Кәдімгі бүгінгі таңның Қазақстан жастары барлығы сіздердей жалындап тұрса, біз бірталай жерге барамыз негізі. Енді ұпай санына келетін болсақ, енді 250 көп емес, бірден беріп соңға болады, бірақ енді қалғанда командалар бар. Сондықтан да мен, Лейла, өзің Исаға бірдеңе бересіздер ме? Бір единицаға бір 5000 болса да 5 алып қояйық. Негізі орның құтты болсын, орын құтты болсын, менің де орным құтты болсын. Бүгін бәрі әдемі орындар болып жатыр. Мен бір 30 мыңнан бастайыншы. Балаларға, бола ма? 30 ұпай. Есенел екен мырзадан. Мен соңынан берем деп шештім. Соңынан берем. Бәрін көргім кеп тұр. Мен ұмыт кетпеймін. Ойынның соңында ма? Иә. Жақсы. Сондықтан Лейла дей бермей, аттап кете беріңдер Нұржанға бірден. Қайырлы кеш достар, қымбатты көрермендер. Жаңа форматтағы жаңа маусым құтты болсын. Бізден 10 мың теңге, 10 мың ұпай. Жас отан, байқадым Исаға, 30 мың дедің ғой, өйткені жас отан өздері беріп отқаннан кейін экономдап отырды, 10 мыңнан бастап. Мен әрі жоқ, бері жоқ, ренжімесін, 20 дейін, 20 ұпай. Мен команда туралы айтпадым, айтайыншы жігіттер. Дикция күшті, керемет, грация одан да өтеді. Кішкене мынау театрализованный бірнеге кішкене кетіп қалып тұрған жоқ па? Жоқ, жақсы. 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 Окей. Жақсы, Есенел екен мырзадан 30 мың, 30 балл ұпай, және Нұржан мырзадан сізден 10 ұпай, сонда 40 болды ма? Мен ойлағам тұрсын. Менен 20. 20. Мен 2000 жарым қосқанда 42500 болатын еді. Жаздағыдай да. Ризасыңдар, 40 мың, что былай оңай ақша емес. 60 мың, сен қалған 20-ны қалтаңға... Оны өзім сөйлесем, 40 мың деп отырған жоқпын. 60 мың теңге, құрмет қошемет. Ортаға шақырайын. Қауіпсіз аймақ. Кет. Құрылыс десе көз алдына мешіт елестейтін оңтүстік өңірінен басынан снаряд ұшса да бақ ұшпаған Арыс қаласынан келдік. Ассалаумағалейкум, елорда! Өзіңмен арыстың, бойында таныстың. Ай, бірақ қазір Арыстың жағасында бойында танысатын ешкім жоқ шығар. Ең соңғы танысқан жастардан туылған біз кеп тұрмыз енді жалпы. Қазір барлығы әлеуметтік желімен танысады ғой достар. Барлығында планшет, барлығында телефон. Телефон демекші, қымбатты достар, біздің оңтүстікте барлығы телефонмен шешіледі. Барлық мәселенің барлығы, барлық проблема. Бәке, ассалаумағалейкум. Я елордаға келдік қой. Оң көзбен қарайсыздар ғой, иә. Жақсы, жақсы. Кіммен сөйлестіңіз? Әкем ғой, үйдегілер білсін деп. Батеге, біз негіз біраз тұрып қалған секілдіміз. Елорда сияқты ма? Айта бер. Жоқ, басқа командалар сияқты бір драйвпен жарып ойнайықшы. Шынымен жаратпасақ та? Жаратындарға сенімсіңдер ма? Енді сонау Арыстан келіп тұрып жармасақ ұят шығар. Қайда? Жаратын нәрсе кімейін ба? Сатылып кеткен ол. Айтпашы, қалеге сатылып кеткен демеш, темірдің бағасы қанша болады? 26 мың теңге. Жоқ, темірдің бағасы. Оны білмеймін. Жеттік осы күнге, ән болып есіміңді. Шәмші Қалдаяқ, оңтүстіктің тумасы. Жалпы вальстің королі. Қымбат достар, оңтүстіктен келген командалар әзілге қарағанда әнге сосын әңгімеге жақын келеді. Байқап отқан шығарсыздар, әзіл мен әңгімеге жақын келеді негізі. Былайша айтқанда біз ақын емеспіз, сөз жаза алмаймыз. Бірақ сол сөзге ән жазғанды жақсы көреміз. Себебі оңтүстіктің мақтанышы Ержан Серікбаевтың және де Арыстың мақтанышы Нұрлан Еспановтың жерлестеріміз. Бірақ біз мақтана алмаймыз. Қымбат достар, сіздермен бірге болған бір күннің ішінде бүкіл елді уайымға салып жіберген Арыс қаласынан келген қауіпсіз аймақ. Біз де сіздермен біргеміз. Рахмет достар.
қазылар алқасы біраз нәрсе күттік, себебі сіздерде фундамент бар, ағаларың бар, жақсы арыстан шыққан айтқыштар көп. Ол жерде өнерге жан жақын халық тұрады, талай болғанбыз. Мен енді өз кезегімде болашақтарың алда ғой, мына баян тартқан жігіттің құрметіне 10 мың теңге берейінші. Сол баянның құрметі үшін. Ал мен бұл командаға қазір мен егер ойынның соңында бірдеңе қалып қойып жатса, жігіттер, сіздер шақырып алып арнайы түрде береміз, жақсы ма? Әзірге Ләйлаға Құдалыққа қарап барайын деп тұрған жігіттер алып кетсең болады. Дайын тұр кәдімгі. Тамадасымен бірге. Күшті команда. Айтылып жатқан мәселелердің барлығы тек қана сол жергілікті жерге тән дүниелермен ғана шектеліп қалдық. Кішкене кеңдік болғанда ғой. Енді мен анау басқа мемлекеттердің проблемасын көтерсін деп жатқан жоқпын. Десе де. Ұнады. Рахмет жігіттер. Келесі жолы бұдан да көп берейін деген оймен осы жолы 10 ұпай берем. 20 мың теңгені кім берген? Ризасыздар, бәрі жақсы ғой. Алдағы уақытта миллион теңгені алып бұйырсын. Жігіттер, алға шаршамаңыздар. Мархабат. Алинұр той орталығы Алматы қаласы. Мархабат. Жаңа маусымда, Жаңа маусымда, жаңа құрама, осы ойында миллион береді, оны кім береді, мен қайдан білем. Тоқта. Неге менің сөздерімді қайталап тұрсың? Дұрыс қойын, тамадалар бір-бірінен қайталайды емес пе? Мейірбек, экрандан ағып, сенің ғана нөмірің жазылып тұр. Енді осы ойында менікін жазамыз. Келесі ойында сенеркін жазамыз. Жігітті жай-жай көтеріліп кетеміз. Қайырлы кеш Нұрсұлтан! Нұрсұлтан дейтіндей окс сен құрдасың ба? Бұның таза ақымақ екен ғой, Сен кім тиктокер деп тұрсың? Жігіттер, біз асабалар болғаннан кейін біздің әзілдер ерекше хабарлану керек. Көрейік, тамашалайық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, алдарыңызда асаба Нұрғазы. Нұрғазы, Нұрғазы, Нұрғазы. Сонымен көреміз достар, тойда осындай ыңғайсыз жерге отырып қалған қонақ. Бәрекелді, алдарыңызға шығатын қазақ эстрадасының ерекше жұлдызы Асхат Тарғын! Көреміз достар, кейбір жігіттер қыздардың қылығын жасайтын болған. Қыздар ұқсап, майс, не істеп отырсың, ей? Еговқа регистрация жасап отыр мен. Сонымен көреміз, бір әулеттің тойын 30 рет басқарып тұрған асаба. Ассаламағалейкум, түбі түркі, түлігі жылқы. Атасы Алаш, керегесі Ағаш! Алтын қастай, Ол тәрбелеген! күміс қастай, Қыз тәрбелеген! Олай болса, Біз тойымызды бастаймыз! Құрметті қазылар алқасы, егер бізді келесі ойында көргілеріңіз келсе, онда алдын ала задат беріп қойыңыздар. Біз де сенімді жүрейік. олай болса, қызметімен қарқылған, светімен жарқылған Намат Сити Холл ұжымына рахметіміз айтамыз. Бүгінгі күн, ертеңгі тарих деп тұрған Қазақстан ұлттық телеарнасына рахметіміз айтамыз. Тік тұрып қызмет жасап жүрген Ақболат мырзаға рахмет. Сіздермен бірге болған Алинұр той орталығы 7-ші номерді білесіздер ғой? Алинұр той орталығы құрамасы. Ой, той қылды ма бұл жерде?
мен не нөмір жазып қалдым. Алматыдан жиі маған той деп сұрайды, сол кезде сендердің нөмірлеріңді берем. Сол кезде үстінен қос беріңдер деп айтам. Бұл жолы менен ештеңе жоқ. Рахмет. Жалпы Алинор той орталығы костюм шалбарды сіздерге жақсы берген екен енді. Олар сіздер барлығын сол орталықтансыздар ма? Жай команда әзіл ретінде хабарластыңыздар ма? Жалпы Алинор той орталығының жігіттері сіздер ма? Иә, барлығымыз сол орталықтың жігіттері, барлығымыз тамадылар. Алинұр деген мына ортасында тұрған жігіттің ұлы. Шын ба? Бұл семьясымен шығайын деп тұр ертең. Ертең Гүлсім деген қатын етіп алып келеді бұлар деген. Хореограф. Жоқ, менің ойымша жаман емес. Өзінше стильдері бар. Өйткені кезінде КВН-да да Тамадай деген команда болған. Белорусияның ба? Менің есімім. Қазанның. Казань, Тамадай деген. Сондықтан да бұл жерде командаға мен өз басым задатық сұрады ғой, жаңа беріп қояйық. 20 ұпай. Сонша айтқанда ойладым ғой, бір 200 мың берейін деп жатыр екен. Өзі 250 ғой, не бар енді, оның 20-сын баға беріп тастадым қазір. Былай дуэтте жүргізесіңдер ме? Иә, дуэтпіз. Шын. Үшеуін лақтырып кетті сразу. Ой алла, ақша десе қандай, иә? Мына жақта тоже тамады. Маған ұнады. Сәлем достар. Ләйлә ханым ең соңында 250 мыңды бір-ақ командаға беретін деп тұрған сияқты солай бір. 22 мың теңгеден бөліп берейін деп отырсың ғой, барлығына. Жақсы. Нұржан. Сәлем достар, маған ұнады. Өте керемет. Сол тойдағы әзіл, енді өмірдегі әзіл деп айтса, тура айтылған сөз шығар. Сондықтан да көбірек беруге болушы еді, бірақ тәкеңнің жолымен 20 мың. Тоғышын алып қояйық. Жақсы. Көңілден шықты ғой. Өздеріңіздің ойындарыңыз, өздеріңізден көңіл. Енді шыны керек мен сахнаның артынан қарап тұрдым. Күлкілер жақсы естілік. Көрерменге ұнады ма жалпы? Әдемі. Көп рахмет. Алинұр той орталығы. Бүгінгі біздің сүйікті демеушіміз Аманат партиясының жастар қанатына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің ортаға шығатын команда нәзік жандылар, қыздар, сол себепті сіздердің құрмет қошеметтеріңіз қаттырақ қажет болады. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, аграрка қыздары, Нұр-Сұлтан қаласы. Кешегі Айша биби мен домалаған әннің ізін басушылар келді. Сәлем бердік елорда. Ару ойлаш, сәлем бердік дегенде мына халықтың бәрі орнынан тұрып, айналайын көп жүрсеңдер, ұлтыңдар десеші. Ару, мынандай әзіл ойнап шаршамадыңдар ма сендер? Жастарың Тайқазанның жасына келді ғой. Не байға шықпаймыз, не финалға шықпаймыз. Соған қарағанда бізге бірдеңе өзгерту керек ау. Қыздар ол сендер арықтамайсыңдар ма? Арықтасыңдар біразы өзгеретін сияқты. Ойба, қатты арық адам айтты ғой. Аружан, мынау мис деген сенің сахнадағы образың. Олай қатты тәкаппарланба. Жүрегінде кішкентай тәкаппарлығы бар адам бүгін ешқандай бала болмай қалады дейді ғой. Құрметті көрермендер, мынау біздің ктада жүргенімізге 4 жыл болды. Бір жолымыз болмай қалды ғой. Сосын жолымыз асылсын деп әулие аралап қайттық. Түркістанға барып, күнәс көп болса қысып қалады деген тас бар ғой. Содан өттік. Төртеумізді жап-жақсы өтіп келе жатқанбыз. Сосын үшеуміз өтіп кеттік та мынау қысылып қалды. Сосын әйтеуір бір араға таныстарды салып жүріп бұны шығарып алдық ол жерден. Қайта біз ойлағанбыз ғой, біз қысылып қалып, бұл өтіп кете ма деп. Бұл общагада апта сайын жет-желпек пісіріп, орамал тартып жүретін ғой. Сөйтіп тик-токтағы видеосына қарасақ қысылатындай бар екен бұның. Ару, байқайсыз ба, мұнда жігіттер жақтырмай отқан сияқты ма? Құрмет жігіттер, неге сіздер осы сырт келбетке қарайсыздар? Ішкі жан дүние сырт келбетке қарағанда 10 есе қымбат қой. Мысалы, бауыр, бүйрек, жүрек деген сатсаңыздар. Қанша тұратын білесіздер ма сіздер? Жігіттер, сіздер негізі андай қаланың өзінше оқыған әдемі қыздарына қарайсыздар. Олар темекі, айық ішек, өкпелері өшіп қалған. Мына біздің өкпеміз айғырдың өкпесіндей ұрып тұр.
Біз ұзаққа шабамыз оларға қарағанда. Олар бір екі айналымнан кейін өшіп қалады, о қыздардың, отвечаю. Аружан, мен қаланың әдемі мес қызы болсам да, Айкс темекі деген затты шекіп көрмеппін. Олай көпке топырақ шашпа. Аружан, мен көпке топырақ шашсам, қаланың әдемі қыздарына шашып жатырмын ғой, саған емес. Шашылып келе жатқан топырақ сені көрді да, кешір мені, брат, деді ғой. Ару, неге сіз көңілсіз тұрсыз енді? Жарайден сұрап жатыр екенсің ғой, шындықты айтайын. Мынау мен жігіттермен дос болып араласудан шаршадым. Маған достарым айтады, қызыма сөз салайын деп жатыр ем, Аружан, гитара тартып тұрш. Аружан, Олимпке 1000 теңге салып жіберш. Аружан, үйге өтсей тамақ істеп бермедің ба деп. Мен де өзім жігітіммен саябақта жүріп, қол ұстасып, жігітімнің алдында отырып, орыс апайлардың маған бақырай өткенін қалаймын. Ару, сол алдында отырмай-ақ қоясыз-ау. Жарайды, отырмай-ақ та қойдың. Андай болады ғой, қыздар. Жігітіңнің ақ рубашкасын киіп, азанда кофе дайындап тұрасың. Жігітің душтан шығады да сен көтеріп алып айналдырады. Мә, Ару, қалай елестетесіз? Сіздің мына арманыңыз орындалу үшін сіз ары кішкентай болуыңыз керек, немесе жігітіңіз бір палуан болу керек қой. Не бопты, бір еркелігімізді көтеретін шығар? Еркелігіңізді көтерсе көтерер, бірақ сізді ше? Хайда қоясың. Ойын соңында, құрметті достар, біз әзілді де ойнадық, қоғамның ақсап тұрған шағын әзілмен шымшып та жеткіздік, ақылды да айттық. Осы тұрғанда бір 180 000 материалын ойнап тұрмыз. Енді жарайды, анау мұнауың бар, 200 деш. Хайда қоясың. Ойын соңында, қасқырдай духың болғанша аюдай денең болсын. Болашақ палуандардың анасы, аграрка қыздары, рахмет. Аграрка қыздары, ай деп қойсың. Қыздар, керемет, өте әдемі ойын болды. Қазылар алқасы бүгін мен ойлаймын, сіздер примерно. Жақсы болды, Ақболат сөйлегіміз келіп отыр. Мархабат. Мен сұрақ қойып тұр, сіздер төртеуіңіздің аты Аружан ба? Үшеуміздің атымыз Аружан. Ана қарындасымызбен сөйлемегеннен кейін атында сұрағым келді. Аты сен атың кім? Менің атым Шахназ. Неге үйттіңдер? Аты бір-біріне қарап Аружан деп тұрған. Жақсы қыздар, жақсы. Оның алдыңғы жылдарда жақсы өнер көрсетіп жүрдіңіздер ғой, стильдарыңыз әдемі. Ішіндегі жақсы әзілдер болды. Керемет. Алдағы уақытта да енді көреміз деген ойдамыз. Бұл енді алдағы уақытта көңіл тапқырлар алаңында енді келесі 1-4, 1 жартылай финал деген жоқ қой, финал деген. Бұл әр ойында келіп еркін алаң өнер көрсетулеріңізге болады. Бұл жерде командалық ойындар, 2 адам болып келіп, 3 адам болып келіп, тіпті жеке келіп стендапты айтуға болады. Сондықтан да осындай мүмкіндік беріп отырық. Сондықтан да қыздар өте тамаша, рахмет. 30 ұпай. 30 ұпай, әзірге, бұл әзірге. Өзімді шыққан жерім аграрка ғой негізі. Осы аграрканы университетінде қабырғасында жүріп ойнадық. Сол аграркадан алдық бәрін. Айта берсем көп. Және Ләйла ханым, сіз соңында бірақ ешқандай no comment. Қыздар тамаша, әдемі, 1-2 жерде былай, бірақ ортадағы Аружан. Ару ғой. Аружан бәрі. Ноғайлар бек әру дейді әдемі қыздарды, былай сөйлеген қыздарды. Ортадағы ару бәрін сүйреп алып шықтыңыз. Енді бағана өзіңіз айтып өттіңіз 200 деп. Мен дайын отыр едім 4-тен 1-ін беруге. Енді Тұрсынбек орта жолдан шауып тастады. Мен сіздерге 50 берем. Ойын соңында береді. Сізде өзі есінаға... Соңында командалар бар екен, білесіз бе, Еза? Соңында командалар бар деп атырым. 7 бар. Бұларға ақша керек емес балдар. Бұлар маған беру керек, қазір мен олардан сұрайын мен. Асықпаңдар. Қайта осы қыздарға қазір бергіземіз. Қыздар, әреже тұрыңдар қазір мен. Алып берем сіздерге. Осы қыздарға береміз дейсіз бе? Жақсы, 50, 30. Залда жинап берген ба?
Маған ұнады, бәрі күшті қыздар. Білмеймін, ер азаматтың қыз баласының өнеріне баға беруі негізі қиындау сияқты сендерге, иә? Өйткені нағыз қыздарға өтетін приколдар болды да арасында. Жаңағы оны тек қана қыздар ғана түсінеді, иә? жоқ біз де түсінеміз. Солай ма? Ақ рубашкамен таңертең кофе түсінесіңдер ғой. Сендер біздің жан дүниемізді түсінесіңдер ғой, иә? Естіңдер ғой, иә? Бәсе менің рубашкам постоянно таңертең тұрсам кофе болып тұрады десең де. Сөйтсем мөлдіргеді екен ғой деп, иә. Сондықтан білмеймін, зал өзі-ақ айтсыншы, шынында да ұнады ғой, иә? Мырза. Сәлем қыздар, маған да өте қатты ұнады, өте орынды, шындық, әзіл, 40 ұпай бізден. Аман болыңыздар, көп рахмет, баласы, юмор өте әдемі, құрмет, қошемет. Құрмет, қошемет, Харекет қоры, Тараз қаласы, Жамбыл облысы. Кет. Алдарыңызда 5 жылдық тарихы бар Харекет қайырымдылық қорының құрамасы. Ассалаумағалейкум! Жігіттер, ойлаңдаршы, 5 жылда Харекет қоры 700-ге жуық отбасыға үй табыстады. Ол деген халықтың және де осында отқан көрермендердің арқасы. Соның арқасында біздің Харекетіміз өсіп, дамып келе жатыр. Дамығанымыз соншалық кітаға келдік. Биыл кітаға 7 жыл, бірақ әлі күнге баспана жоқ. Қайырымдылыққа істейміз ғой, алып берейік бір. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Кіта 7 жыл бойы 100 шақты командасымен әлі күнге дейін баспанасы жүр. Қолдан келгенше 1000 теңге, 500 теңге, 100 теңге берсеңіздер, Кітаның өзінің баспанасы болады. Самат! Нұрсұлтандамыз. Қандай керемет қала, иә? Бірақ мына ЛРТ-ның құрылысы әлі бітпепті ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті Самат! Жігіттер, бізге дұрыстап ойнауымыз керек. Біз үшін өнер қырандарының өзі тақымын қысып отыр. Оның үстіне жақсы ойнасаң ақша береді. Ой, ақша деген әңгіме, біз деген үй беріп жүр қорсын. Жаңа Қазақстан, жаңа Кіта, жаңа құрама Харекет. Қайырлы кеш, алғашқы әзіліміз өте мақтаншақ жігіт қызымен көшеде. Жан, Ау? анау тұрған үйді көрдің бе? Иә. Соны біз қалып берген. Сонымен ауыз ашарда шатасып, ауыз бекіту дұғасын оқып қойған бала. Мә, жиімен қайтып аузын бекітіп қойды. Қазір осындай тамадалар әлі де бар. Бауырым үйленген қалай екен? Жақсы. Басында жақсы. Жігіт жолдас үйленгенсің ба? Жоқ. Бәсен асырнең жоқ. Құрметті көрермендер, біз мына Кітаға келмес бұрын басшылықтан рұқсат сұраған болатынбыз. Сонымен бастықтың кабинетінде. Кітасы несі тағы? Жастардың ойыны ғой мынау. Харекеттің атынан шығайын деп ек аға. Рия болып кетпей ма? Жоқ, қайта жақсы ойнасаң ақша береді. Ей, ақша деген әңгіме біз деген үй беріп жүр қой. Мұнан ше, Кітада ойнау керек ше. Ойнау керек болғанда барғанда не айтасың өр яқта? Сол 1000 теңгеге баспана, қайырымдылық жайлы айтамыз ғой аға. Жоқ жігіттер, барғанда күлдіру керек. Халықтың есінде қалу керексіңдер сендер. Да, Камчат Жолдыбаева? Я, все, шешеміз ғой. Ага, давай. Кәдім Камчат Жолдыбаеваның өзіме сөйлесіп жатсыз ба? Вот, жігіттер, дәл осылай нежданчик прикол ұстау керек сендерге. Давайте аман-есен барып жақсылап ойнап қайтыңдар өнер көрсетіп. Рахмет аға, бірақ енді бізге жолға барып келуге ақша жағынан көмектессеңіз, ә? Ақша ма? Дұғадам жігіттер, дұғадам. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бұл жобаға келгендегі мақсатымыз көгілдір экран арқылы Харекет қорын танытып, салымшылар санын көбейту.
таныс болыңыздар, харекет құрамаса. Рахмет. Ой, бәрекелді. Рахмет, жігіттер, көп рахмет. Енді харекет қорына кім қанша салатын білмеймін. Өздерінің қалталарынан салам, әлде ұпай арқылы бере ма, оны қазір білетін боламыз. Бірінші кімнен бастаймыз? Нұржан, Есен Елуке мырзадан бастайық. Мен бастай беремін. Жақсы. Негізі, неге басқа командаларға сен әзілдеп, харекетке келгенде әзілдемей қойдың Ақболат? Үйгерігеді ғой десем. Төрт балам бар просто. Байғылайық, жалпы жаман емес. Өздері ойынның соңында не үшін ойнап атқандарын айтты, түсіндік. Ақша да керек бір жағынан деп тұр ғой, негізі айта алмай тұр оны. Байғылайық, басқа қаздар алқасы қазір не береді, соған қарап отырып мен де берсем деп. Сізде аз қалған сияқты негізі. Жоқ, бар. Мен айттым ғой, келесі командалардан өндіріп бере аламын деп отырмын да. Жақсы. Харекет 10 ұпай. 10 ұпай. Жақсы. Нұржан мырза. Қорға деген бізден үлес болсын. Істеріңіз әрі қарай берекелі болсын. Сол 20 ұпай бізден. Ләйла, айтарың бар ма? Ол соңында, Ләйла ханым соңында. Жоқ, айтары болса деймін. Харекет қорында жұмыс дейсіңдер ме, әлде жаңа тараз дейді, қатынасы қандай? Біз деген осы қайырымдылық қордың еріктілеріміз, яғни қазіргі таңда волонтерлар дейді ғой. Түсінікті, енді түсіндім бәрін. Жақсы, бастамаларыңыз, бастама емес қой, бұл жалғасы ғой мәдениеттің харекет болып жатқан. Жаман емес. Жақсы, менен 30 ұпай. Жаман емес. Тұрсынбек менен 3 есе сауапқа қалып отыр ғой. Қошемет те қана. Харекет қоры. Көп рахмет. Біздер алғыс айтамыз Аманат партиясы жастар қанатына. Көп рахмет. Осындай жастарға үлкен мотивация беріп жатырған. Және әрмен қарай ойынымызды жалғастырамыз. Құрмет, қошемет болсын. Сіздер білесіздер, әзілдері бала кезінен бері сахнада келе жатырған жігіттер. Құрмет, қошемет. Зертас, Түркістан облысы, Арыс қаласы. Кеш жарық Қазақстан, мереке құтты болсын. Өз бірдеңе қалды ма бізге? Қалталарыңыздан шығып кетпесін деп атқам ғой енді. Мынау жаңа Қазақстан, жаңа КТА, жаңа қарым қатынас. Мынау Есен аға қош келдіңіз. Енді Есен аға келеді дегеннен кейін баяғы қасында ойнап жүрген балдардың бәрі қашып кетті. Көкем неғып қашып жүрген дабдардай басымен. Айтпесе Тұрсынбек ағалармен бірге бастаған кім енді? Жоқ бәрі. Енді қош келіпсіз. Сізді енді алдыңыздан көріп тұрық бүгін енді. Бұрын постоянно жаныңыздан көрушек. Балконда отырып үстіңізден де көрдік. Енді бүгін бір артыңыздан қарап қап кетпеген. Ләйла ханым да қош келіпсіз. Сізге ештеңе айтпай қойын. Мына жас отаннан да келіп отыр екенсіз. Қош келіпсіз. Енді сіздердің де үлкен партияларыңыз жаңарып, атын Аманат болып ауыстырып жатыр, құтты болсын. Енді бүйтіп жағымпазданып ештеңе айтып отқан жоқпын енді. Бұл кісілерге көпті әзілдесе алмайсың енді. Кәдімгі бір елдің аманатын арқалап жүрген кісілер ғой енді. Жалпы негізі біз де сол елдің тұрғынымыз деп атқам ғой енді. Шілей кәдімгідей Эстониядан келіп тұрған жоқпын. Осы жақта тұрамыз бәріміз. Әйдер қош келіпсіздер. Сол балдардың бәрі қашып кеткеннен кейін бізде жаңарайық деп өңкей жаңа түрлер алдым. Жаңа ойыншылар. Негіз осы жақта стройкада істеп жүрген балдар ғой. Сол бәрден олармен шыққап сіздер шошытып алмайын дедім де. Сәл сіздер дайындап қазір шығады енді көресіздер ғой енді. Мынау енді музыкант та стройщик негізі.
мыналар шығайын деп жатыр, осы жерде қосасың. Кәдімгі бұлар көз тимесінен кейін КВН көрмеген ғой бұлар. Келіндер ондай параделейді, ондай жоқ қазір. Yani тура бір тараз 2000 құсап шықтыңдар ғой. Мынау не деген музыка мынау? Мынан сен неғылым DVD-мен қойып атсың бе? Жаңа анау мини-диск іздеп жүргеннен қорыққан ем ана. Ананың қасына білетін біреуің отырыңдар. Аппарат күйдіреді анау. Кейін нерді ұтып алған ақшамызға аппарат алып жүрмейік пе? Енді мен осы кісілер енді стройкада істеп жүргеннен кейін миллион тігіп атыр дегеннен кейін стройкасын бәрін тастап жетіп келді. Әр әзілдеріңе ақша төлейді деп ем, бірден дайындыққа кірісті ғой. Жуынып, шайынып, тырнақтарын алып, өздеріне шот аштырып. Қайтарға самолетқа берет қарап. Ой, әңгімелердің арасында Дубай дегенде естіп қалып жатырмын. Бүгін ойыннан шығарып аламыз ғой деп, жаңағы соңғы қалған жол күрелеріне мохито ішіп, стейк жеп, испанский чизкейк жеп бұлар. Оң қаяқтан естіп алған бұлар. Ой, кешке маклюб істейміз деп жатыр енді. Енді сол дайындықтарын көрсетеді қазір. Бұларға өздерін тілмен түсіндіре салайын. Мынау әзілдерің өтіп, қанша ұпай жинасаңдар, сонша ақша ұстауға болады. Тура объемның системасы ғой. Ал, енді еңбек рәтті болсын жігіттер. Ұра беріңдер. Осы жерде бір музыка қосып жіберсең болады. Мына музыкаларды Есен аға естіп жылағыңыз келіп отқан жоқ па? Мен көз алдыма дәнекерлер елестеп жатыр мен. Ал, ұра беріңдер. Бізде күлдіретін мастер мынау негіз. Мен әжіп подсолнухпын. Бұған онша дайындап беріп жүремді. Күлкіге қарқ қылатын осы негіз. Мен кішкене бір дайындап бере салайын. Бұл негіз парадис бұл. Бұл парадис болғанда да ауылдың тұрмыс тіршілігін кәдімгідей бір саған кезде ауылда отырғандай болып қаласың. Бұл датауы қатты көп пародия салған соншалықты шыбын шіркейдің, құрт құрмысқаның, жануардың, төрт түліктің, 5 аспаптың, бұл керек десем тау мен тастың, өзен мен көлдің, соның барлығын дауысын саламайды да. Бұл негіз тек иттің ғана дауысын салады. Кән азамат осы жерде бір сал жүрші. Ой, молодец. Не деген пародия деймін да олай? Болды, жетеді осы. Осы жерде бір есептесіп қойық. Қанша оқ қолды біздіңкі? Енді бұлар мен сендерді кірпіштерін ең түсіріп, материалды ең түсіріп атыр ма десем кәні. Уже соғып бітіп қойған әңгімені айтып атсыңдар ғысыңдар. Бұлар енді түсінесіздер ғой енді. Объемда сразу бітіресін, сразу расчет. Енді сендерді сәл бір-екі нәрсе қош жерге болар еді енді. Связка болмай қалды да. Құлақ қалу мүмкін да. Мейлі әйтеуір енді көріп отырсыздар. Бізге әзілдеріміз ұнап атса, бізге картаға неге алдырмай қойыңыздар. Наличка бере беріңіздер.
карта арестте да енді. Енді әзілдеріміз ұнап жатса деп жатырмық қой енді. Енді одан ары қарай сіздерге де ұнап жатсақ, әлі талай әңгімелесеміз. Сіздермен бірге болған Зертас, Қисық көшем балдар командасына. Енді жаңадан бері Есен Елуке мырзадан бастап, Нұржан мырзадан бастайық осы жолы. Сәлем жігіттер. Өте керемет, жақсы әзіл болды. Менімше келесі ойындарда бұдан да жақсы динамика қосып, шамалы сондай бір әзілдеріңізді қоссаңыздар жақсырақ болатын секілді. Сондықтан да алғашқы кездесуімізге, алғашқы таныстығымызға 20 ұпай. 20 ұпай Нұржан мырзадан және Есен Елуке мырза. Мархабат. Мен де сол Нұржаннан аспайын, менен де 20 ұпай. Негізі жігіттер біраз жерге шабатын жігіттер, сондықтан да бұл жолы тек басы, келесі ойындарда бұдан да жақсы әзілдер күтеміз. Рахмет. Жаңа Нұржан айтып жатыр ғой, динамика, менің ойымша, динамикасы жоқ болғаннан кейін қызық сияқты. Күтіп отырасың, енді, міне деп. Егер бірінші рет сахнаға шығып тұрсаңыздар, бірінші рет қой, бірінші рет. Шығып жүр, бала кезінен бері. Биылдыққа бірінші рет. Өзара жаңағы рөлдеріңізді күшті бөліп алғансыздар, бір-бірлеріңізді енді толықтыру жағында туралы ештеңке дей алмаймын, өйткені шетінде тұрған жігіт тіпті сөйлегенде жоқ. Күтіп отырдым, қашан бұл кісі не дер екен деген сияқты. Бір болады ғой, тоймай қалған бір сезім сондай сезімде отырмын. Бірақ ұнады, өте әдемі. Сөйлемей 10 мың теңге алып тұр ғой, былай қарап отырса қазір. Ол да парадис қой негізі. Солай үндемей тұрып па? Үндемейтін адам. Жақсы, өте маған негізі команда бұрыннан да ұнайды, өзінің стилі бар. Сіздерде мына команданың жетектеп келе жатқан кім, есім кім? Нұрлыбекке қошемет көрсетіп қояйықшы, өте жақсы стильде. Ол да негізі стиль, ол бір команда бір адам сөйлеп тұру, кейбірде 2 адам сөйлеп тұратын бар, кейбір командалар 3 сөйлеп тұратын бар. Бұл жерде Нұрлыбектің өзінің жақсы, сондықтан да мен де жігіттерден қалыспайын, 20. 60 болып тұр, 60 ұпай. Ләйлә Сұлтанқызы соңында. Жігіттер алға, ақшаларың көп болсын. Және көп сөзбаймыз, бірден құрмет қошеметпен ортамызға шақырамыз. Қарағанды облысы Big Drama Show. Головкин бірлестері. Түндей тұнық көздеріңнің қарасы, қосылардай қастарыңның арасы. Жалт қарасам жалын атқан ақ жүзің, алаулайды атқан таңмен таласып сырғалым. Қиялға жай ертелес түнген қыз арманым, кез боп келсең ертелі кеш селен көзді алмадым. Өзгені емес өзіңді ойлап жүдедім, түсіңдерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Қалай? Сарыарқаның иісі бұрқыта қалды ма? Көз алдарыңа қар қаралының табиғат елестеп жатыр ма? Жаңарқаның қымызын айтсайшы, ет майын айтсайшы. Ой, әннің төресі Ақтоғайды айтсайшы. Тұнып тұрған тарих Ұлытауды айтсайшы. Құдай, осының бәрі екіге бөлініп кетті ғой, қазір білесіңдер ме? Бірі Қарағанды облысы, екі Ұлытау облысы, екеуі екі түрлі облыс болып кетті қазір. Заңа сол 2 дегеннен шығып отыр ғой. Өз жалпы осы қытаға келмегелі де 2 жыл болыпты ғой. Ойнамағалы 2 жыл болыпты. Кезінде қалай еді Заңғар? Кезінде айтшы. Кезінде қалай еді, қыта қалай еді кезінде. Мына жерде лық толы команда. Деп ұрып тұрады. Сөйтіп өйтіп тұрған кезде 1-8-ден 1-4-ке өтуді ойлап тұрасың. Қалай өтіп кетсем екен, Әділ Қазақ алқасынан біреу тұрады да, кубогым анаған деген кезде мына аяқтан деп жүгіріп барасың. Ана жерден кубогыңды аласың, сарылдап тиерлеп отырып қайтып келесің. Ана жерде деп тұрасың, ана жерде дем алып бір-бірімен құттықтап тұрасың. Ана жақта 7 жюри жарқырап отырады. Соның бәрі қайда, не болып кеткен кіта?
Жарайды, біз қарағандылықтар сахнада. Кез келген бәйгені көрсек, қатысып, ұтуға ұмтылып тұратын қарағандылықтар. Ұтып көрейік, жігіттер. Кеттік. Мақтанышымыз Геннадий Головкин жақында Мұраттамен кезекті жекпе-жегін өткізіп жеңіске жетті. Және де баршамызды таңғалдырып, өзінің шапанын сыйға тартты. Сыйға тарту барысында Мұраттаның құлағына бір нәрсе деп сыбырлады. Не деді? Ал, Мұратта, құтты қайырлы болсын. Қолдан қолға, құдалықтан құдалыққа кетіп қалмасын енді. Жалғастырамыз. Көшеде 2 апта үйде болмағансың ғой. Қош. Келесі аптада бармайын ба деп отырмын ғой. Кәдімгі күшті. Одан кейін прикинь, балалардың барлығы келеді да топырлап кәдімгі ұрып тұрып кетеді ғой. Мен не істерін білмеймін, а деймін, б деймін, ырға тілім келмейді. Тұрш. Не болды? Мынауың кім вообще? Білмеймін ғой, сол бергеше кімсің сені? самолетта бұрын соңды болмаған, бұдан кейін де болмауы мүмкін жағдай. Отырасың ғой, короче, анау көтерілген жатында құлағың бітеледі ғой. Сол уақытта стюардесса келеді, стюардесса келеді, кәмпит береді, кәмпит дейді. Дейсің ғой, құлағың пук-пук ете қалады ше. Одан кейін Провожающийла шығайықшы. Күні кеше тұңғыш рет Ақордада ел президенті ауызашар берді. Сонымен сол ауызашардан шығып келе жатқан белгісіз жан. Рахмет. Не ішіп, не жуғанымызды білмей қалдық қой. Сөз сонда, құрметті достар. Мына жігіттер әлі ойнап жүрме деген сұраққа жауап беріп кетсек. Мұқият тыңдасаңыздар, менің айтқанымды, құрметті жастар, оның ішінде достар, адамға өмір бір рет беріледі. Сол бір берілген өмірде кез келген саланың есігін қағып, әр тірліктің астын қазып, басын бастап, аяғын аяқтамай жүрсеңіздер, өмірдің зая кеткені. Түйін. Біз қытаға 7 жыл өмірімізді арнаппыз. Басы бар, ортасы бар, түйін дейтін сәтке келдік. Құрметті достар, біз қытадан чемпион болмай кетпейміз. Не Нұрсұлтанның ЛРТ-сы салынып бітпей кетпейміз. Сіздермен бірге болған Big Drama Show Қарағанды қаласы. Рахмет. Ақ сары жасыл қызыл көк түскен ортадамыз, қап қара кептадамыз, ақ қара лентадамыз. Құрмет қожанеп. Алғары жақындап тұрсаңыздар. Болат, Қарағанды Big Drama Show болды ма шоу? Пікірлеріңіз қазір алқасы? Енді мен жігіттерге бір қошемет көрсіп қояйық. Жалпы енді көп болды көрмегенімізге. Заңғар өзгерген, сақал өсірген, кішкене мінез салмақтанған, бұрынғыдай жаңа деген күлкісі жоқ. Кәдімгі точно сол сақал өскеннен кейін Ләйлә танымай отырған шығарсың. Үйленген, кішкене ой тастайтын әзілдер айтып, жігіттер енді ішінде әзіл болса тіпті жақсы болар еді. Бірақ сахнаға шыққандарыңыз жақсы. Енді әзілді бірге алып келсеңіздер өте жақсы болар еді. Бастамасы жаман басталған жоқ, ортасынан қарай кішкене әзіл азайып қалған секілді менің ойымша. Сондықтан да Қарағанды алыс емес қой, екі ортада жолда жақсы. Сондықтан да енді проезд қанша екенін білмеймін. 10 ұпай берейін мен деген ойым болып тұр. 10 ұпай, және? Сәлем достар, сәлем жерлестер. Мен де бұл жігіттерді жақсы танимын. Потенциалдар шынымен де зор. Бірақ бүгіндікке менше жаңағы Тұрсынбек ағаның сөзін жалғастыра келе, бізден де бір 10 ұпай болсын. Рахмет. Заңғар, мен танымадым сені, шын. Танымай қалдым. Енді ғана сен жаңа айтқанда көз алдым. Ой, сұрайын дегенім, жаңа жігітті не үшін ұрдың? Ұрған себебі не қондай? Қытағы бұл. Жоқ, ол әйелінің рөлінде болғаннан кейін ұрдың, өткен ол айтып отырды ғой. 2 апта болды, үйге бармадым деді, анау келді, ұрып кетті. Әкенің рөлінде, әкенің. Тағы ойнайық па десең? Бағана кофе туралы бір әзіл болды ғой, біз оны түсіндік.
енді белбеу туралы әзілді түсінуге тиіс едіңіз десең да. Сондай болды ма? Кеттім. Түттіңдір ме? Иә, заңғар басқа бағытты алыпсың. Иә. Негізі Көкенің бағытын апты, белбеуді ары қарай жалғастырсаң, одан да керемет дүниелер шығаруға болады. Мен де сол Нұржан жерлестеріңізден, Тұрсынбек ағаларыңыздан сол ажырамай, мен де 10 ұпай. 30 ұпай сіздерде, және Ләйлә ханымның пікірін соңында білеміз. Рахмет. Қарағым, жоқ рахмет. Құрмет қошемет, ортамызға шақырайым. Сіздер барлықтарыңыз танисыздар оны. Жансая Мұратбекқызы. Мархабат. Өзінің суымен құрмет қошемет. Жақында ана атанды. Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Жансая. Енді мен негізі бұл сөзді аға мен жеңгем ажырасып қосылған кезде айтқан болатынмын. Бүгін енді тағы да бір реті келіп тұр. Есен аға, Тұрсынбек аға, сіздерді бірге көргеніме қуаныштымын. Жалпы енді өзім туралы айта кетейін. Тұрмыстамын, күйеуім бар, бір қызым бар, және бір бөлмелі пәтерім бар. Тұрсынбек, сізге бір бөлмелі пәтер дегенді қалай түсіндірсем болады? Сіз ана үйге кіресіз ғой, аяқ киіміңізді шешіп, сырт киіміңізді іліп, содан былай бүйтіп басқа бөлмеге кіріп кетесіз де, біз сол жерде қаламыз. И біз сол жерде не только аяқ киім шешеміз, біз сол жерде тамақ ішеміз, жуынамыз, ұйықтаймыз, сол жерге еще қонақ шақырамыз, телевизордың пультін іздейміз. Енді бірақ шүкір, не де болса өз үйім, почти өз үйім, негізі банктікі, ипотекаға алдық. Тұрсынбек, сізге ипотека деген қалай түсіндірсем болады? Сіздің бір күндік гонорарыңыз бар ғой? Біз соны 25 жылға бөліп төлейміз. Получается, сіздің бір күніңіз, біздің 25 жыл. Сондықтан әр күніңіз бағалаңыз. Енді менің негізі жасым 25-те, бірақ мен әйел болып бара жатырмын. Мен оны неден байқадым? Мен пакет жинай бастадым. Одан кейін Қарақатпен Қыдырәліге подписаться етіп алдым. И WhatsApp'та туыстар группасына өзім бірінші жазатын болыппын. Қалайсыздар, туыстар деп. И андай, мен ойлаймын да, мысалы, менің қатарлас құрбыларым, олар деген вообще басқа жаққа кетіп бара жатыр. Мысалы, бизнес көру керек, шетел көру керек, карьера көру керек деп. Мен ана жақта жат мекен көру керек, тамақтың дәмін көру керек, баланы емізу керек, ұйықтап көру керек, егер қызым ұйықтатса. И вот мен, Ләйлә ханым, сізден сұрағым келеді. Қалай қартаймауға болады? Әйел бақыты деген наиқта ма, наиқта ма? Мен наиққа қарайын ба, наиққа қарайын ба? Екеуінің ортасында жүру керек қой, үлгеріп мүмкіндігінше. Рахмет. Енді неге сізден сұрап тұрмын, өйткені сіз қазір заман ағымынан қалып жатқан жоқсыз. Сізді TikTok-тан көрдім, TikTok-ыңызды көрдім, қабылдадым, сізден мотивация алдым. Енді мен өзімнің биім үшін ұялмайтын болдым. Екеуміз TikTok түсіру керек болдық енді. Тема. Енді мен неге ойлап тұрған шығарсыздар, бұндай наглый келіншек қайдан шықты деп. Просто егер баламен 24-те 7 үйде отырсаң, сенен наглый әйел шықпайды. Андай кезекте бүйтіп дірілдеп тұратын әйелдер бар ғой, сол мен. Мен қолымыз бүйтіп. И вот наглостың барлығы кәдімгі ең қатты көрінетін кезең ол токсикоз кезеңі. Мені сіздер токсикоз кезінде көрген жоқсыздар. Мен ең нервный әйел болдым. Андай жеріктік кезең ғой, не болса соны жегім кеп тұрады. Мен енді басқа жұрттың әйелдері сияқты манго, грейпфрут дегенге жерік болуға болатын еді. Бірақ жағдайыңа қарап жерік болады екенсің ғой. Менікі сол нан, шай, варенье егер болса. И анда-санда десертке күйеуімнің миын жедім.
Енді просто мен қорқам өзімнен. Менің жасым небәрі 25-те, бірақ понятием әйелдерский. И мен ойладым, жастармен бірге жүрейін, солармен бірге бір толқында болайын деп, күйеуімнің қарындастары, қайынсіңілдерімен кездесуге бардым. И олар андай әңгіме айтып, күшті болып отыр. И мен де енді әңгімеден қалмайын, кішкене орталарына кірейін деп, давайте қыздар черный газ ойнайық дедім. Мен досымен бітті. Дік, 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 өтереу. Жансая Мұратбекқызы, құрмет қошеметтеріңіз Қазақстанда. Жансая керемет, басы бар, аяғы бар. Жансаяның шығармашылығын жақсы көрем. Рахмет. Білеміз, үнемі Диконда қарап тұрамыз. Дико чемпион болған премьер-лигада. Білесің ғой? Биылғы жылы осы жобада сен де оза шапқаныңды мен осы бастан қалап отырмын деп айта алмаймын, бірақ аяғына шейін осындай әдемі дүние болғанын қалаймын. Менің атымнан үйдегі кішкентайға және Дикоға 50 ұпай. Ой, рахмет аға. 50 ұпай Есенел Өкемырзадан және Жақсы. Жансая, қош келдің. Өз басым өте қуаныштым келгеніңе. Мен оның алдында бағдарламада сен туралы айтқан болатынмын. Жалпы Жансаяның өнері ұнайды деп, қазір мына өзің түсіріп жүрген видеоларың, парақшаларыңдағы ішіндегі журналист болып сөйлейтінің әсіресе. Сол жаңа жолдасың да өте керемет. Ештеңемен хабар жоқ. Ол вообще ойнап жүрген жоқ. Ол өзімен өзі сен бер жағында түсіріп ататын сондай күйеуің барына ризамын бар ғой. Біздікілер бірдеңе түсіріп атып, артынан өтіп кетсең, өшірші деп атамыз ғой, мысалы. Сен күйеуің үндемейді екен, үйреніп қалған сондай. Қазір де баламен Алматыда қалды ғой. Да? Қазір ем жет баланы қазір. Ой. Жақсы. Мен де есағынан қалыспайын, 50 ұпай. Рахмет аға. Өйткені ол мен өз басым білем, жеке орындаушы ретінде, жалпы монологты, стендап болсын, қандай да қандай, қасыңда адам жоқ, жалғыз өзің тұрып, қаншама көрерменді ұстап, оны әзілге айналдырып, оны күлдіру, ол оңай емес. Сондықтан да мен Жансаяның жанын түсініп тұрмын. Рахмет Жансая. Рахмет көп. Рахмет. Ал және Нұржан мырза жастарға аты қанша берер екен? Сәлем Жансая, өте әдемі, орынды, мәнді. Ләйлә ханымнан кейін тиктокқа кезекке тұрдық бізді. Сондықтан 30 ұпай. Тұрыңдар. 30 ұпай. Рахмет. Жансая, мен сахнада қыздардың көп болғанын қалаймын. Ол бір жігіттерді жек көру болмаса бір не емес, шын айтам. Себебі КТА-да, КВН не болса да, барлығында көп жағдайда 80% есен сенде де ұлдар. Сондықтан қыздарға бұл мүмкіндік беріп отыр да, осы жердің өзінде қаншама сен сияқты қыздар отыруы мүмкін. Қорықпай шыға беруге болады деген сөз. Алға. Рахмет. Болды. Жақсы, рахмет Жансая. Көп рахмет. Керемет өнер көрсетті. Және енді сахнада бізбен бірге енді біздер көріп қалдық. Жалпы ағаларын да өте жақсы танимыз, араласамыз, доспыз және сахнада да біраз жарысқанбыз. Құрметпен қошеметтеп. Жасарал. Мен негізі бұл ойынға келмеймін дегенмін. Сонымен Тұрсынбек мырза өзі хабарласып, Ақылбек, бүгінгі ойынға кел. Есен ағаң екеуміз біз бір жерде отырып, әділ қазы алқасында отырамыз. Біздің алдымызға шығып, өнеріңді көрсетіп кет дегеннен кейін амалдың жоқтығынан бүгін келдім. Енді былай екі кісіге бір әдемілеп бір қошеметтеп қойыңыздар. Қуаныштымын, екеуіңізді бір жерден көргеніме. Жұптарыңыз жазылмасын. Ажырамаңыздар. Ажырасаңыздар қанша бала қалып қойын деп тұр. Арада бала бар. Бізді ойлаңдар деп жылажбесің. Енді былай қылайық. Екі кісі өмір бойы тату тәтті болсын дегендеріміз оң қолымыз жоғары қарай көтерейік. Оң қолымызды сендер де көтеріңдер. Бәріміз жоқ шынымен. Барлығымыз көтер, бәрімді көріп тұрмын, көтер. Жоғары қарай көтереміз. Және де қазақ әзіліне өшпестей мұра қалдырсын дегендеріміз сол қолымызды қосып көтереміз. Екі қолымызды бірдей көтереміз. Жатыңдар, тонау біз бастаймыз, ақшан сау! Құрметті достар, тамашалаңыздар. Склероз өте ұмытшақ әкім. Әкім мырза, жол салам дегенің қайда? Қашан? Ана газ жүргізем деген қайда? Қашан? Қой, қаймынды болған. Әрі қарай жалғастырамыз, тамашалаймыз. Абыройы жоқ, мұғалім. Алло, Талғат, балдар жинaya 11 ат еуіп кетті.
Рахмет. Негізі КВН ол азарт ойыны. Бір кіріп кетсең, оның құмарынан шыға алмайсың. Менің ойнап жүргеніме 14 жыл болды, бірақ мен әлде қойғым келмейді. Құмар ойын ойнағанша КВН ойнаңыздар. КВНнің пайдасы көп. Аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жасарал, Арал. Жанарлары, аралдың адамдары, толқыннан жаратылған. Шапалақ не болды? Шапалақ ар жағы күшті болады деп еді. Ақылбек? Бір шапалақ ұрғызып, мен арға деп қалып Мен жоқ, шапалақ ұрғызған жоқпын, тонау дедім. Мен шапалақ ұрғызған кезде, мен басқаша дайындалатын едім десең. Айналайын-ай. Қайтейін, көкем-ау. Әжең қалай, әжең? Жақсы. Келді, артта тұр, шақырайын ба десең. 27 ұпай берем. 27 ғана қалып бет сізде? Иә. Қанағат. 27 ұпай берем. Соңғы ақшасын беріп. Иә. Қайтуға Бұрынғы жасап жүрген шаруаларың бар, жаңағы шапалақ ұрғызғаның бар, сонымен бәрін есептеп қарасам 27 ұпай екен. Осымен тәмам. Көп рахмет, көп рахмет. Әрмен қарай жалғастырамыз. 10 ұпай. 10 ұпай жігіттер, келгендеріңе рахмет. 37 ұпай. 37 болдық. Негізі тізімге ең соңына былай профиларды қояды ғой, көп нәрсені күтесің да олардан. Жігіттер, білмем неге бір-бірлеріңді сезбей тұрдыңдар ма, әлде Ақылбек, білем ғой сендердің потенциалдарың қандай күшті екенін. Бүгін мен жаңа Тұрсынбекке де өзім айтып жатырмын, жігіттер дайындалмаған ба, әлде қалай деп, әлде маған ғана солай көрінді ма? Жоқ, бәріне солай көрінген шығар, біз асықыс келгеннен кейін. Мен сылтау айтпай қояқ, просто дайындық аз болды. Жоқ, мен жігіттер көп нәрсе күттім ашығы. Біз просто қазір араласпаймыз бір-бірімізге. Соны мен де ойладым, жаңа бөлек-бөлек команда болып, бір-бірлерімен араласпай жүргеннен кейін ба, білмеймін неге екен. Мүмкін. Жақсы, көремен соңында. Рахмет. Көп рахмет, көп рахмет Ләйлә Сұлтанқызы. Енді Нұржан мырза, жігіттерде 37 ұпай бар. Енді сіз 5500 берсеңіз, 42500 бен қайтарып жіберейін деп тұр ауылға. Рахмет жігіттер, 10 ұпай. Аралас құрамасы Жасарал. Құрмет қошеметтеріңіз. Арал ауданы Ақылбек. Енді келесі командық тіпті хабарлайды. Енді өзіміз енді әлі шықпастан бұрын ойнап жүрген, сахнада өнер көрсетіп жүрген біздің алданға буын. Құрмет қошеметсіздер, танисыздар. Барлықтарыңыз қазір әлеуметтік желіде де өте сондай қаралымы көп. Құрмет қошеметпен ортамызға шақырамыз. Тараз қаласы. Тараз 2000. Қайырлы кеш, Кыта! Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Тараз 2000 сахнада! Шапалақ қошемет қайда! Өшір. Туфлиң ішіп кетті міне. Камера түсіріп атқан ескеме деп мәке бері. Іштен етпейді, арамызда ең ерекше бала осы жігіт, оң аяғында жет саусақ. Енді анаға тұрып қалды, жалаң аяқ өне бер енді. Бірінші қатар ренжімеңіздер. Негізі бар ғой? Негізі? Не негізі? Не? Негізі бекер келдік. Қаға бекер келдік? Осы ойынға бекер келдік. Не үшін бекер келдік? Біздің бар ғой, біздің жастағыларшы. Үй соғып, кәдімгідей машина алып, біз болса КВН ойнап. Уайымдама, екеуіңе жұмыс тауып қойдым Астанадан. Қандай жұмыс? Екеуің экспоның жанында батут боласыңдар. Күшті ғой, кішкентай балалар келеді, қарындарыңа секіреді де 500 теңге береді. Міне бизнес. Қалай сөйгізі, қарымызға секірген үшін 500 теңге бере ма? 500 теңге береді. Қатынның біраз ақша қарыз десе онда ма? Бергендер. Не ғой, қызық болып жатыр негізі. Өте күшті болып жатыр, Аллаға шүкір. Есен аға мен Тұрсынбекті бір жерден көргенімізге шүкір, бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет, өте әдемі. Өте керемет. Мен Ләйла Сұлтанқызы жайлы айтқым келіп отыр. Ләйла Сұлтанқызы, мен шынымды айтайын ба? Сіз менің енеммен жас екенсіз ғой, прикинь. Енеммен жассыз ғой, мен қызымды 17 жасымда алып қашып кеткен ба әйелімді. 17 жас, ойлашы, не деген красавица, қарашы. Мен негізі ғашықпын. Ғашықпын? Ләйлаға ма? Жоқ, Есен аға әдемі болып деген ғой. Есен ағам бәрім жақсы көріміз. О кәдімде, шынын айтайын. Сіз менің әйелім айтасыз, әпке өте бер деп айтасыз негізінде. Ана кісінің тиктоктарын көрдің ба сен? Тиктокты өлтіреді ғой, бүкіл әлемнің тиктокшылары осы кісіге табынады ғой кәдімде, білесіңдер ма сендер? Қандай тикток? Ой, мына тикток негізі қалай болады негізі, Ләйла Сұлтанқызы осылай ма?
My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha Cha, clap, clap, cha cha cha. Chicky, Chicky, Chicky. Өшір болды, өшір. Осылай болмақ керек тикток. Өшір болды, өшір. Негізі шыны керек біз енді бала шағамыз тикток көргеннен кейін осы әндерді жаттап алғанбыз ғой негізінде. Бірақ енді шыны керек әзілсіз біздің жігіттер әшейін жігіттер емес, Аллаға шүкір, Чоппаев Біржан өнер барысы 2022 чемпион. Так что құрметті КТАның көрермендері, алдарыңызда әшейін жігіттер емес, таразың Енді біздің фантазия сіздерді елестетіп көріңіздер. Түрмеге отырып шыққан мысық. Мяу. Таксиде болған қызықты оқиға. Мен шофермін. Братан. Жай десе отын алып баратсың ба сен? Түш машинаны. Жүр багажник. Тұрмын ғой мен уже. Аш багажникті. Қызық. Мынау не? Отын? Не дейсің енді, отыр машинаға. Аға, не ол? Мал алып келе жатқан жоқсың ғой? Түш машинаны. Мал тасып жүрсің ба не? Ашсыз багажникті. Не мынау? Қой. Не дейсің енді маған? Отыр, жалаң аяқ. Отыр. Братан, қыз алып қашып келе жатқан жоқсың ғой? Жай десеш? Түс машинадан. Аш багажникті. Мына отын, мына қой. Қыз қайда? Ұрғашы ғой мынау. Қазақстан эстрада жұлдыздары Диета KZ тобы тойда Диета KZ тобы тойда 10 мың теңгеге өлең айту үстінде. 10 мың теңге. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға су құйып жүрсің? Нормально, слушай. 100 мың теңге. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға. $1000. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға. 10 мың доллар. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға. 20 мың доллар. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға. 30 мың доллар. Құл дүние. Сіздермен болған сол баяғы өздері 30-дан асып кетсе де көңілдері жас. Тараз 2000. Рахмет сіздерге. Тараз 2000. Құрмет қошеметтеріңіз. Жастардың өзінде бұндай энергетика болмайтын шығар. Жастар біразға келсе де жастардың энергетикасынан асып кетті. Негізі барлығы үйленген жігіттер, барлығы семьясымен білесіздер, елдің алдында жүрген жігіттер. Бірақ бұлардың еттері кәрі андай, қартайып кеткен. Өздері жас көрінеді. Ақболат, менің ойымша, Арман, сен қай жылдан бастап ойнадың осы КВН-ді, қазақша КВН? Мен Есен ағаға 2005-те келдім ғой. 2005-те, соны айтып тұрмын ғой, біз ойнап жүрген кезімізде, біз енді ол кезде үлкен командаларымыз, сол кезде Арман жас бала болатын, жаңағы билеген биіңнен есіме түсіп кетті. Сөзін ұмытып қалдым просто бидің. Қош бір музыка, поставьте музыка, Володя. Жоқ, Арман бір дірілдеп билейтінің бар еді ғой. Володя, второй трек. Жақсы, сол кезде дірілдеген Арман тоқтамайды, тәке бұл. КВН-нан 250 мыңнан кейін тоқтайды. Әйеліңді аяйын кейде. Қазір енді әйелім алдында дірілдеп жүрмін ғой. Не дедің? Мен ештеңе не дедің? Дым демедім ғой. Бізден кейін шығып, бізге прикол ұстайды еще. Арман, одан кейін әзіл әлеміне келдің. Менің ойымша барлық жаман емес. Қазір Жаналиевтар театрындасың. Қайтадан міне КТАның сахнасына көрген өте қуаныштымын. Әзілдерің бәрі жақсы. Кейбір жерлер енді өздерің бұрыннан сондай бір тақырыпқа жақынсыңдар ғой енді сіздер. Алғашқы сахнаға шыққаннан бастап Боря жүрген жерде ол енді ол сол тақырып міндетті түрде айтылып жатады. Бірақ орынды бұл бағдарламаның өзі көңіл тапқырлар алаңы, сол керемет көңілді тапқырлар, туфлидің ұшып кеткені барлығы. Мен бір дайындалған шығар десем, сөйтсем ол шынымен де ұшып кеткен екен ғой туфлидің сөйтсем. Тұяқты қыз ба? Сондан да менің атымнан жігіттерге 30. Мен де бір сөйлейінші, бола ма? Сәл, 1 минут күте тұрыңыз десің. Қалжыңдай, мархабат. Тараз 2000, жалпы бұл Арман бастаған топқа мен өзім бір жағынан ризамын, бір жағынан өте қатты ризамын.
себебі Қазақстанда қандай шоу болсын, спорт болсын, барлығында осы арман үлгеріп жүреді. Енді анау ол әңгімені Нұрлан Еспанов айтады, ана Мисс Қазақстанға қатыспаған деп, тек Мисс Қазақстан қалды деп айтайын десем, одан да көріп қалармыз. Бір екеумізді ажыраттық, бірдеңе деген әңгімелерді қойыңдаршы. Мен мына жерде кішкене біз ажырасып ешқандай болған жоқ, біз сәлемімізді. Қалай ол? Былай, Тұрсынбек 30 деді, менде 30. 30 ұпай. Қалған сол енді. Болды, Есна, рахмет, Алла разы болсын. Жас отан, жастар қанаты. Сізде бірдеңе қалған сияқты. Соңғы айда 2 рет кездесіп отырсам да, әзілдеріңіз әдемі, жоғары дәрежеде. Екі ағамнан, сәлем түзу екі ағамнан қалмай, менде 30 ұпай. Сонымен 90 Ләйла қазы ойын соңында бір 30 беріп қалатын шығар деген ойдамыз. Әзір 90 болып тұр. Болды ғой? Жоқ, 10 деп жазып қойыпты. Ладно, аха. 10? Қалжындайып. Көп рахмет, жігіттер. Өргендер көзсіз. Осы орайда тағы да айта кететін жайт, біздің демеушіміз Аманат партиясы жастар қанатына үлкен алғысымызды білдіреміз және әрмен қарай біз ойындымызды жалғастырамыз. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен керемет команда, абсолютный чемпион, Жайдарманда да, Қытада да өздерінің жалпы халықтың сүйіктісіне айналған байдың балдары. Құрмет қошемет. Барша көрермендердің арманы, байдың балдарын күліп көттіп алу, ал байдың балдарының арманы бүгін ойынды ұтып алу. Миллиондаған ақша сыяды, тек байдың балдарының қалтасына. Қарсылас командаға айтарым, той күн бебова сүту әрі. Ассалаумағалейкум, жандерім! Байдың балдар! Жігіттер, Қыта жаңа маусым, жаңа сахна, жаңа көрермендер, жаңа қазылар алқасы. Не деген әдемі жаңа қыздар, не деген әдемі қыздар, Жаңа, мына екеуін қарсақ, осы намаз сейтін қолын жанында квартира тұратын сақ, мына екеу. Үшлік мен отырған. Жігіттер, бәрі әдемі, бәрі күшті. Жігіттер, қараңдаршы, біз негізі Қыта бүгінгі ойынға келмейміз дегенбіз негізінде ше. Бірақ күні кеше Тұрсынбек аға звондады. Жаңадан Қытаның форматы өзгеріп, басқаша болып жатыр. Басқаша қылып жатыр. Келіңдер дегеннен кейін Тұрсынбек аға үшін келдік негізі біз. Басқа жер шақырып жатыр. Қанша жер шақырды ғой, мына көршілес жатқан Бразилия шақырды. Барған жоқпыз. Тұрсынбек ағаны өзіміздің жерлесіміз ғой деп келіп тұрмыз мына жерге. Сен не ма? Географиядан хабарың бар ма, наурыз? Жерлесіңіз? Не айтасың? Аузын жауып тұрш. Басқа жерлер шақырды ғой. Россия, мақтаның отаны, Россия. Жапшы аузыңда. Россияда шақырды, Масликовтың өзі звондап шақырды, біздің ойынға кеңдер деп. Барамаймыз дедік. Не понял деді. Сіз қазақша білмейді екен ғой, не пойду дедік. Сөйтіп бас лигада Ақылбек ағамыз шақырды. Ол кісі орысша лига болған екен, оған да не пойду дебек. Ол сөйтсем олар түсінбедім деді. Сөйтсем орысша білмейді екен, общем звондап шақырып еді, Масликовқа барған жоқпыз. Бас лига звондап шақырып еді, барған жоқпыз. Есен аға звондап шақырды ғой, телефонды вообще алған жоқпыз. Не үшін алмай жүрсің? Осы жерге келетін білдік қой. Қарасай, Есен аға отыр ма? Кәдімдей. Кезінде біз Қытаға кеткен кезімізде Есен аға ренжіп бізге, ұрсып. Нақ кетесіңдер сендер деп. Өзінің кеп қағанын айтамын да. Есен аға, не жүрсің? Бір күн жүргізуші болып жүрмеңіз осы жерде. Жарасады. Жоқ, қуаныштымыз. Негізі екінші себеп, бірінші себеп деп айтайыншы. Міне Есен аға қазылар алқасының құрамында болады дегеннен кейін біз келдік. Не үшін? Біз 2018 жылы Жайдарманның чемпионы болып, Қытаға кеткен кезімізде бізде бірінші мақсат болды. Ол мақсат осы екі кісіні
татуластыру болды. Міне біз агент болып келгенбіз негізі. Татуластыруға келгенбіз. Екеуі бірге иық тіресіп отырып біздің әзге күлсе екен. Күлсін деді. Міне біздің арманымыз орындалды. Біз бақыттымыз. Иә. Қыта мен Жайдарман құда болатыны рас па? Екі арада қазіргі таңда алтын көпір сынбай тік жүргені бізді қуантып жатыр. Екі араның арасындағы балалар қазіргі кезде қайда барады? Дегенмен де балда қайда барады? Осындайлар құртады. Жарасады екеуінің отқаны қараш, бір жерде отқан жарасады ғой. Өмірде де осылай лайым тату болып жүріңіздер. Құдай қаласа жұмақта бірге болуларыңыз нәсіп етсін. Иә. Сояқта да жұмақта да осындай ойын ұйымдастырып. Иә. Енді жюриді енді қанатап жапар болмауы мүмкін енді. Болмайды. Қана екен боламайды енді. Олай болса, Жайдарман мен Қытаның ортасында алтын көпір бола білген байдың балдары. Кеттік, достар! Қымбат достар, Шымкентте тойхананың алдында міндетті түрде болатын жағдай. Құда бала болсаң өзіңе, түсіндің ба? Түсіндің ба? Құда бала болсаң өзіңе. Сен екі стакан ішіп алып, ондай әңгіме айтпасай сен маған, тоқташ, жіберші мен. Әттен құдағимынды айтпесе, быштың шығарады деймін. Барлығымыз білеміз, қазір әлеуметтік желіде мануальный терапия дейтін дамып қой, массаж жасайтын. Сонымен дәл сондай жағдай. Мына жер ғой, Ойбай. Мына жер бытырлатып жіберейінші қазір. Мына қолыңызды былай қойыңыз. Мына қолыңызды былай қойыңыз. Милиция ойнап айтам. Былай. Мына жер терең демалыңыз. Шығарыңыз. Терең демалыңыз. Шығарыңыз. Мына жақ сүйегіңіз біртүрлі бытырлайды екен мына жақты. Қараңыз, мынаны ұрам болды. Болды. Әдем болды. Аяқты енді былай қоясыз да, бер қарай жатыңызшы. Апа. Өля, апа. Апам не болды? Ау. Болды ма? Білмеймін сіздерді қайдан, біздің Шымкентте тойхананың алдында, яғни тойда төбелес көп болады. Сонымен сол тойда ажыратып жүретін жезделеріміз осындай болады. Жүш бұлай. Қалай жүрсің? Сен не істеп жатсың сен? Сен мен қарындасымен билеп жатсың. Енді той емес пе? Билесең ана көтеріп қойма не билесің не болды? Той болған соң билемейсің бе? Мен құда балам ол сен ондай. Ол мен қарындасым білесің. Жайшама? Қайтайын бе сен мен ұрмақсың. Жайшама? Сен менімен төбелеспекшісің. Төбелеспек өлтіріп қоямын қазір мен сен. Қан керек болып жатыр сендерге, Тоқташы. Сойқан төбелес болады. Еркеш сен, тоқташы. Хабархан дайын жүр. Қан тұр. Тоқтай тұр деймін сен. Немене кестің? Үшінші рет ұстап тұрмын. Сенді білесің ба? Бар ғой, Ойла қан өзіне шығып кеткеніңіз не болды? Төбелеспекшісің мен. Сен ұрмақсың ба мені? Тоқтамайым мен, тоқтамайым, жігіттер, тоқтамайым. Тоқтамайым, мен ешкім тоқтатамайым. Тоқтат, әуреуім маңда. Тоқта. Көке, не болды? Не керек сізге? Қалайсыңдар? Қалайсың? Амансың ба? Бұлай тұршы көке, не алып жүрсің? Тортты жағамай атырық, спичкилерің бар ма? Рахмет. Қымбат достар, ойынымыздың соңында шынымен де қуанып тұрмыз, бақыттымыз. Шынымен бүгінгі күнді біз ешқашан ұмытпайтын да шығармыз. Өйткені біз 2018 жылы Жайдарманның чемпионы болдық. 2021 жылы Қытаның чемпионы болдық. Енді болды, КВН-ді қойдық. Жайдарман ойнамаймыз, Қыта ойнамаймыз деп жатқан кезде, екі кісі қосылып алып, ақша таратып жатыр екен. Ал енді білесіздер, шымкенттіктер ақша жүрген жерде міндетті түрде жүретін. Сондықтан тағы да сезонға келіп қалдық. Енді бір несібелеріңіз болса,
беріңіздер енді қалдырмай жалпы негізі нұреке ақша үшін келген жоқпыз. Абырой үшін келдік. Вот дұрыс айтасың. Вообще негізі ол кісілерде қаматтағы ақша. Иә. Бала шағамыз үшін келдік, сіздер үшін келдік, халық үшін келдік. Сіздермен бірге болған байдың балалары 2022 жылы. Рахмет достар. Құрмет, қол себептеріңізді аямаңыздар, байдың балдары. Бәрекелді, керемет, әдемі, сол баяғы, мен өз басым өте қатты жақсы көремін бұл топты. Сол баяғы терлеп тепші жүрген мен да. Және қазылар алқасында есін аға сізде қалып беді бірдеңе? Қалды, иә. Рахмет, жақсы, өте керемет. Өте керемет деп айтып жатырмын. Одан да керемет етуге болады. Жоқ. Болмай ма? Менге жақсы осы. Осы жарайды. Менде 13 мың қалды. 13 ұпай. Мен әдейі алып қолдым. Сол 13-ті Нұрымның ең жақсы көретін нөмірі және оңтүстік ол 13-ші 13-ші желтоқсанда туылғам. Иә, сондықтан 13 ұпай сіздерге. Рахмет. Рахмет. Қуаныштымыз көргенімізге саға. Істеріңіз сәтті болсын, маусым сәтті болсын. Есен ағамызды толықтыру мақсатында бізден 30 ұпай болсын. Рахмет. 43. Ләйла, сенде 250 мың бар, бәріміз саған қарап отыр ғой, бізде бітіп жатыр. Менде баянды қанша? 30? Болды, аяйын ба? 5 мың. Десіңдер. 30. Рахмет. Жігіттерге 30 ұпай. 73 болдық, ә? Рахмет, және сіздердің шапалақтарыңызбен ортаға барлық командаларды, барлық өнерпаздарды шақырайын. Арт Драйв, қауіпсіз аймақ, Алинұр, той орталығы, аграрка қыздары, Харекет, Ертас, Биг Драма Шоу, Жансая Маратбек қызы, және Жасарал, Тараз 2000, байдың балдары. Қазылар алқасының көбісі ұпайларының барлығын таратып берді, тек Ләйла Сұлтанқызы ғана қазір интриганы ұстап отыр. Сол себепті бірден мен Ләйла Сұлтанқыздан бастағанды жөн көрдім. Мархабат. Ақболат, рахмет көп. Командалар мыңда бір алғыс. Бірінші рет сахнаға шығып жатқандарға мен сәттілік тілеймін. Бұл басы ғана. КТА, КВН деген бұл шында да ескірмейтін, өлмейтін махаббат. 20 балдан бастасам деп отырмын. Арт Драйв командасы және Алинұр той орталығына 20 ұпайдан, 30 ұпай Тараз 2000 және байдың балаларына, 50 ұпайдан аграрка қыздары, Зертас және Жансаяға. 50 ұпайдан. Иә. Және де біздің сүйікті демеушімізге Аманат партиясы жастар қанатына үлкен алғыс білдіреміз. Және құрметті көрермендер, теле көрермендер, сіздердің баршаңызға үлкен алғыспен. Болашақта бұл тек қана басы, және келесі ойындарымыз, бұдан да келесі әзілдеріміз бұдан да мықтырақ болады. Оған жігіттер бұйырса уәде етеді сіздерге. Бізбен бірге болыңыздар. Экраннан алыстамай біздерді күтіңіздер. КТА сіздермен бірге. Қош болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Амандықта.